жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймын барлықтарыңызды. Отбасыларыңыз аман болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы ұлттық құндылықтар. Бұл тақырыпты таңдаудағы басты мақсатым жас ұрпақ бойындағы ұлттық сана, рухани байлық және адамгершілік қасиеттердің қалыптасуы. Ұлттық құндылықтар бұл халқымыздың ғасырлар бойы келе жатқан салт дәстүрі, тілі, діні, мәдениеті және әдет ғұрпы, рухани мұрасы болады. Әр халықтың өзіне тән мұрасы бар, әр халықтың өзіне тән бір қасиеті болады. Ал біздің қазақ халқының өзіне тән айқындайтын құндылығы ол үлкенді құрметтеу, кішіге ізет, қонақжайлылық, кішіпейілділік, бауырмалдық, намысшылдық және отансүйгіштік. Қазіргі жаһандану заманында біздің жастарымызға сырттан саналарына көп сырттан әсер етеді. Сол себептен ұлттық тәрбиенің маңызы бұрынғыдан да артып келеді. Егер де біз тілімізді, өз тілімізді, дінімізді құрметтемейтін болсақ, тарихымызды, онда жас ұрпақтарға оны жеткізе білуіміз өте қиын. Олар тамырсыз қалу деп айтуға болады. Сондықтан да бұл бағдарлама арқылы мен оқушылардың ұлттық құндылыққа деген қызығушылығын арттырғым келеді. Бағдарлама мазмұнында қазақ халқының салт дәстүрлері, ұлттық ойындары, мақал мәтелдері, шешендік сөздері, тарихи тұлғалардың өнерін бейнеленген. Сонымен қатар оқушылар бұған тек қана теориялық жүзінде білім алып қана қоймай, оны тәжірибе жұмыстар арқылы көрсетуге де болады. Мысалы, салт дәстүрлер. Әр жыл сайын біз наурыз айында қазақтың салт дәстүрін көрсетеміз. Сахнада балалар оны оқып қана қоймай, оны көру арқылы, мысалы үшін беске саламыз, тұсау кесеміз, тәй-тәй басу, кел мүсіру, бетін шар, құда түсу. Солардың барлығын біз ата-бабамыздан қалған құндылықтарды көрсету арқылы біз балаларға оны естерінде сақтауға, осы рәсімді өздерінің болашақта өмірлерінде қолдануға ықпал етеміз деп түсіндіре ойлаймын. Тек қана рәсімдер ғана емес, бұл жерде біз ұлттық тағамдарды көрсетеміз. Одан дәм ауыз наурыз көжеміз бар, жентіміз бар, құрт қаймағымыз бар деген сияқты. Еңбек сабақтарында қол өнерімен бұйымдар жасау. Бұйымдарды қолмен ұстап көру арқылы балаларымыздың сана сезімінде қалады деп ойлаймын. Бұл шығарма арқылы пікір талас, қаншама ойындар, жұмыстар қамтылған. Бұл бағдарлама негізі 34 сағатқа бағытталған және осы 9 сыныпты оқушыларының деңгейіне сай келеді. Бұл бағдарламаның ерекшелігі оқушылар тек қана білім алып қана қоймай, тұлғалық дамуына бағытталады. Яғни бала ұлттық құндылықтарды жаттап қана қоймай, өзінің өмірінде қолдана алады. Ұлттық тәрбие алған бала елін сүйеді, ата-анасын құрметтейді және қоғам алдында өзінің жауапкершілігін сезінеді. Қорытындылай келетін болсақ, ұлттық құндылықтарды сақтау ол әрқайсымыздың парызымыз. Себебі ұлты рухы мықты ел ғана болашағын нық сеніммен құра алады. Менің авторлық бағдарламам осы мақсатқа қызмет етеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.